жаңа бүткүл әлемде қазіргі жаңа пандемия, жаңа коронавирус деп жаңағы шығарып отыр ғой. Содан бері енді Қазақстан бірнеше шаралар қолданып отыр. Жаңа бір қалаларда карантин болып отыр. Жаңағы біздерде енді жаңағы ЧП дейміз да, чрезвычайное положение болғанда осындай жағдайда халық көп өзі енді қорқынышты ғой. Халық көп көшеге шықпайды, дүкендерге шықпайды, көбісі көп уақыт үйде отырады да. Сол үшін жаңағы біздерде жаңағы соңғы апталарда өткен аптадан бастап жаңағы мына донорлардан тапшылық болып отыр. Тапшылық болғанда жаңағы бұрын келетін донорлар келмей қалып отыр. Сол үшін біздерде енді қазір қан запастар бар, бірақ азаюы мүмкін, азайып кетуі мүмкін. Сол қан жаңағы нелері азайып кетсе, саны, онда значит біздер бір осындай бір қиын жағдайлар кезде жаңа мына мекемелерге бізден қан алатын мекемелерге қанды бере алмай қалуымыз мүмкін. Бере алмай қалғанда тек жаңа болмай қалатын жағдайлар болуы мүмкін. Ол дейтін енді ондай жағдай болмаған, біздер енді тырысамыз жаңа оны келтіруге, но бірақ осындай жағдай ертең біздің облыстан бір жерден, қазір бізде коронавирус жоқ қой. Бірақ ертең болған кезде халық одан сайын қорқып кетуі мүмкін. Одан сайын жаңағы үйден шықпауы мүмкін да. Сонда жаңағы қан тапшылық болуы мүмкін. Сол үшін біздер мына донорларды енді қорықпауға шақырамыз да. Енді мына бәрібір жаңағы көшеге шығады адам. Көшеге шыққанда енді ол өзі жұқтырмас үшін шара қолданады ғой. Маска киеді, мынадай автобуспенен жүрмейді дегендей, көпшілікке кірмейтіндей. Сонымен сондай жағдайға біздің центрге жетсе, біздерде де бірнеше шаралар қолдандық біздер. Кіреберісте біздер өлі сұраймыз адамнан, соңғы кезде шетелде болған жоқ па, жақын шетелде, алыс шетелде дегеніміз да, дальний, ближний зарубежье дейміз ғой. Сол жақтан келген адамдарды біздер уже центрге кіргізбейміз. Біріншіден. Екіншіден, ішінде дезинфекция режимін, сосын масочный режим, маскілер береміз, дезинфекция режимін қолданамыз дегендей. Осы жерден біздер барлық жағдайларды жасаймыз, осы жерден іште жұқтыру мүмкін емес дегеніміз ғой. Сол үшін мен барлық донорлардан, регулярный донорлар ғой көбісі біздерге келетін. Регулярный болмаса да жаңадан келгісі келген донорларды біздер шақырамыз көмектесуге. Бізге қазіргі кезде көмек керек деп отырмыз. Тапсырған ешқандай зияны жоқ. Ол қан тапсырғанда адамға зиян болмайды. Оны тапсырған адам қан білеміз ғой, 5 литрдің шамасында где-то адамның денесінде қан бар. Соның 300-400 граммын алғаннан кейін бір 2-3-4 аптаға дейін қан орнына келеді. Объем циркулирующей крови дейді ғой. Сондай уақытта қан өзінің орнына келу керек. Орнына келгенде эритроциты дейтін, лейкоциты дейтін, кровяные тела дейді ғой, солар орнына келеді. Олар сол кезде жаңадан туындайтын эритроциттер болады. Сол енді ол жас клеткалер пайда болғасын, адамға ол тек жақсы болады, зиян келтірмейді, тек денсаулығына пайдалы болады дейміз.